Жеги, Алматыда әдемі қыз көп кетіп танысайық та. Натуре, как раз няшка қыздар отырған кет. Давай, кет, танысайық, жігіттер қыздармен. Братан, сенің әйелің бар ғой. Біз бойдақпыз. Hello, it's me. Давайте жігіттер, кешке саунаға барып демалмадық па? Давай, демалы. Саунаға барып өзінше жігіттер болып демалайық та. Братан, сенің әйелің бар, біз бойдақпыз. Hello, it's me. Жігіттер, сүйінші, маған SMS келді. Дубайға 2 адамға путевка ұтып алдым. Мен кетеді. Мен барады. Жігіттер. Мен әйелім бар ғой, мен әйеліммен барам. Hello. Алттан 40 кетті, братан. Алттан 40 кетті ма? Той несіне деп айтты саған? Ойбай, Қайрат. Сағат 6-да бол осы жерде. Тойымыз басалып кетеді. Сендер үлгересіңдер ма, кешіп қалмайсыңдар ма деп айтты маған. Содан кейінгі оқиға. Бәрі адам жоқ. Жынданғаным ғой. Кайф алып отырасың. Кеше микрофон істемей қалды, сол кезде қалай болып кетті. Ал. Не аппарат? Не аппарат? Өртеп сандыш мына аппарат. Бір мынандай әдетім бар еді, микрофон. Дейді ғой, В общем, кешегі менің жынданғаныма пародия салды. Үлгересіздер ма өйткені біз 9-да деп 6-да деп жазғанбыз, 6-да десе бет ашар басталып кетейін деп жатыр. Алттан 40 кетті ғой, 40-тасында. 6-да келе алмайсыздар ма? Сағат 7 болды ғой. Нам все равно. Қайырлы күн, құрметті телекөрермен, эфирде неге олай болды бағдарламасы. Бүгін бізде неге олай болды бағдарламасының студиямызда қонағымыз халыққа жауап беру департаментінің халыққа жауап беретіндер бөлімінің халыққа қалай болса солай жауап беретіндердің төрағасы Дамир, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Енді айтыңызшы, неге олай болды? Неге олай болды дегенде солай болды. Енді көрермендерге толығырақ айтып кетсеңіз, қалай болды? Қалай болғанда тура солай болды ғой. Енді солай болып қала ма сонда? Енді қалады солай болды. Рахмет, бізде студиямызда қонақта болған халыққа жауап беру департаментінің халыққа жауап беретіндер бөлімінің халыққа қалай болса солай жауап беретіндердің төрағасы Дамир. Рахмет, сау болыңыз. Бағдарламаны жауып керек қой, нормально жауап беретін ешкім жоқ.